Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз өте тойымды салат жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен осылай сәбізімізді жақсылап пісіріп алып, көбіктеп турап алатын боламыз. Мен бұл жерде барлығынан бір дана қолданамын, және бұл 2 тәрелка шығатын салат. Мөлшерін көбейтіп жасай берсеңіздер болады. Дәл солай, осылай картопымызды да қайнатып пісіріп алып, осылай көбіктеп турайтын боламын. Құрметті менің көрермендерім, егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться басып, поделиться батырмасын басып, жақын туыстарыңызбен, WhatsApp арқылы группаларыңызға және жақын туыстарыңызбен бөліссеңіздер болады. Және мен осылай ащы тұздалған қиярымды, майда қиярымды осылай майдалап, көбіктеп турап алатын боламын. Жұмыртқаның ағын да дәл солай бөліп алып, көбіктеп турап, және сарысын үгітіп қосатын боламын. Осылай қолмен үгіттім. Бір дана осындай бадырянымды алып, оны да көбіктеп турайтын боламын. Және помидор, яғни қызанағымызды дәл солай ұсақтап турап алатын боламын. Қоспасы оливьеге ұқсас, кейбір заттар ғана ерекшелігі болады. Яғни бұл жерде дайын фри немесе осындай соломка чипсы қосаңыздар да болады, және консерва жүгіркісін қосатын боламын. Кішкене шым-шым тұз, бір ас қасық майонез қосып жақсылап араластырып, және үстіне аскөк қосып араластыратын боламын. Өте тойымды салып, осылай барлығын жақсылап араластырып, ыдысымызға салып ұсына берсек болады. Кез келген қонақтарға өте тойымды, өте сәнді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.